Ассалаумағалейкум, құрметті шәкірттер. Өздерінің сұрағандарың бойынша Нұрғиса Тілендиевтің Әл-Қисса күйін үйренеміз. Енді Әл-Қиссаны кішкене қиын жерлерін жеңілдікке салып, оңай тәсілмен үйрететін боламын. Одан кейін бастан аяқ жылдам жері бар Әл-Қиссаның. Одан кейін шертпе жері бар. Ол жерін бәрін үйретпеймін, бұл жағы керек емес. Әзірге бізге қайырмасы ғана. Қайырма деп жатқан мына жер. Домбыралардың құлақ күйін келтіру үшін панотюнер деген қосымша бар, соны жүктеп аласыңдар да астыңғы шекті соль дыбысына G, ал үстіңгі шекті ре дыбысына D деген латынша әріптерге келтіріп аламыз. Енді негізі былай басталады ғой күйдің басы. Міне 5-7-ге осылай глиссанда деген музыкалық термин бар, сонымен сырғып келеміз былайынан. Енді ол қиын болуы мүмкін сендерге алғашқыда, сондықтан 5 пен 7-тен қарапайым былай ала береміз міне. Қағыстары. Астына шығарып жазып қоямын. Осылай 4 рет қайталаймыз, кеттік ал. И максималын жай тартам. Екіншісі, үшіншісі, и 4. Енді шертпе жері кетеді. Шертпе жерінде былай, міне, былай көпсі тарта алмау мүмкін, бармақты былай ұстап алулары мүмкін бірінші басында. Сондықтан міне алақанды былай жабыстырамыз да, шертпе жері кетеді. Міне шертпе қағыс былайынан, төкпе қағыс былайынан бізде төкпе күйлер, шертпе күйлер былайынан тартады. Сондықтан шертпе жері басталғандықтан 7-7-ні 3-ші және 4-ші саусақпен басамыз да төмен бір қағыс жасаймыз. Одан кейін 4-ші пернеге бір қағыс, 2-ші пернеге төмен, 5-ші пернеге деген 2-ші саусақпен, и 9-ға. 9-дан қайттан бір рет, тек қана астыңғы шектер 7, 2-ші саусақ, қайттан 4, и 3-ші 4-ші саусақ 7-ге жоғары қарай. И бармақ. Негіз бірінші саусақпен бармақпен ала беріңдер, оңай болады. И қайттан 3-ші саусақты 7-нің үстіне қоямыз. Міне, екеуімен бірдей басып тұрмын. Бір қағыс. И 4-ке 5, 7, 7, 5, 4, 7 жоғары қарай. И қайттан бармақ 5-ке. Дәл осын қайталаймыз. Қайтадан жаңа біріншісінен бастап 7, 4, 5, 9, 9, 7, 4, 7-7-ге жоғары қағыс. И қайттан 5-ке. Қайттан 7, 7-7-ге төмен, 4-ке төмен, 5-ке төмен, 7-ге төмен, қайттан 7, 5, 4, и 7-7-ге жоғары, қайттан 5. Кішкене жылдамырақ ойнап көрсетем. Не шыққанын көресіңдер. Міне, мынаны бітіргеннен кейін барып, бір-ақ рет тартылады, үш жерде міне. Енді 3-ші саусақпен 7-нің үсті бағанағыдай. 3 пен 4 екеуі бірге басылады. 2 рет.
жатса де баласы сандарда болады. Міне 4, 7, міне мына қатыстар қиын болып жатса, негізі былай алынады ғой, міне 4, 7 жоғары, қайттан 4, 7, 7-ге жоғары. Енді оңай болу үшін міне төкпе қағыспен 7, 4 қайттан, 7, 7-ге жоғары, 5-ші пернеге бірінші саусақ. Қағып келе жатамыз да, ашып жібереміз. Міне. Ашып жібереміз да, соңғы қағысын. Енді екінші саусақ 9-ға, үшінші саусақ 10-ға кетеді. Үш жерін мұқият қарап алыңыздар. Міне. Міне. 1, 2, 3, бармақ 9-ға, 7, бірінші саусақ. Қайтадан. 1, 2, 1, 2. Енді 7-ге бармақ, бірінші саусақ 5-ге. Негізі нотасы бұндай емес. Бұл оңай түрі. Домбыраны алғаш тартып, концертке болмаса бір жерге ойнау керек болатын болса, осылай шығара салуға болады. Уақытша, енді техникаңыз деңгейіңіз жеткеннен кейін барып, бұлай тартқан дұрысырақ. Жоғары қағыс 10 мен 9-ға. Оңай түрі. Міне ауса саламыз 9-ға осылайынан. Енді бұдан кейін барып қандай әуен ойналады? 9-ға 4-ші саусақ қоямыз, 2-ші саусақты 7-ге қоямыз. Төмен 5 және 7-ге жоғары қарай. Қайтадан міне 4 және 2-ші саусақ. Былай жатқан кезде мына 3 пен 4 ең слабый саусақ негізі. Домбырашы емес, қарапайым адамдарда сондай. Рабочий емес саусақтарда қиналып қалады басқан кезде. 4 пен 2, 7 мен 9-ға. 5 пен 7-ге ауысамыз. Енді 7, 9, негізі шертпе кетеді. 7, 9, 4, 7, 7-ге жоғары. Міне 7, 9, 4, 7, 7 жоғары қарай. Енді оңай түрі. Төкпемен кете саламыз. 7, 9, 4, 7, 7 жоғары қарай. 5. Барлық оңай түрін шығарып болғаннан кейін міндетті түрде былай шығарып алыңыздар. Бұл керек болады. Өйткені кәсіби деңгейге осылар сұралады. Кішкене кәсібилікке жақындау. Міне 7, 9, 4, 7, 7 жоғары қарай. Енді 7, 9, әуес қой. 7, 7-ге жоғары. Қайттан. Қайттан қайталаймыз бағанағы әуенді. Мен оригинал нұсқасын ойнаймын. Бұлай ойнасаңыз да болады. 7 және 9. 7, 9, 4, 7, 7 и 5-ге. Бағанағы ең басындағы әуен бар ғой біз ойнаған. Шертпе. Осыны қайттан ойнайсыздар. Басындағы әуенмен аспай жаттап алыңыздар. Мен ары қарай қалай болатынын көрсетіп жатырмын. Жаңа жерде бір нота ұмытып кеттім мен сөйлеп отырып. 3-ші саусақ 7-ге. 2 рет соңына келіп қалдық. 7, міне, ашық қағыстармен и 5. Болды осылай, Ақиса күйінің шағын ғана оңай түрін сіздерге көрсеттім. Барынша жеңілдетуге тырыстым енді мүмкіндігінше. Енді осыны жаттап алыңыздар жақсылап. Одан кейін каналға тіркеліп, лайк басып, комментарийге алдағы уақытта қандай күйлер шығарайын, соны жаза кетіңіздер.
каналдың дамуына өз үлесіңді қос.